Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілінен кезекті сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы климаттық өзгерістер. Бүгін сабақта публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы ажыратамыз. Оқушылар, қалай ойлайсыңдар? Қазіргі таңда климатта не себепті өзгерістер болып жатыр? Ойланып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар балалар. Мұздықтардың еруі, жауын-шашынның молдығы, ғаламдық жылыну, ауа райының, табиғаттың ластануы климатқа өзгерістер алып келуде. Оқушылар, біз осыған дейін етістіктің есімше, көсемше формаларымен таныстық. Ал енді бүгінгі сабағымызда қазақ тілінің стильдерімен танысамыз. Стиль сөйлеушінің, жазушының белгілі бір тақырыпқа қатысты сөз саптауы. Қазақ тілінде стильдің 5 түрі бар. Ауызекі сөйлеу стилі, ғылыми стиль, ресми іс-қағаздар стилі, публицистикалық стиль және көркем әдебиет стилі. Біз бүгінгі сабағымызда стильдің 2 түрімен танысамыз. Іс-қағаздар дегеніміз жеке адамның, ұжымның, фирмалардың, мекемелердің атқаратын қызметіне байланысты пайда болатын жазбаша, ауызша қарым-қатынас құралы. Іс-қағаздарының мынадай түрлері бар. Әртүрлі мазмұндағы арыздар, өмірбаян, анықтама, түсінік хат, ақпар, есеп, хабарландыру, хат алысу, келісім жасасу, шешім шығару және мекемеде өткен мәжілістердің жүрісін, шешімін баяндайтын құжат, хаттама, бұйрық, қызметкер жөніндегі мінездеме, ұсыныс. Ресми іс-қағаздар стилінің ерекшеліктері: мәтін өте жинақы құрылады. Сөйлемдер негізінен номинативті, атауыштық 2 негізді болып келеді. Сөйлемдегі сөздер базистік тәртіпке сай орналасады. Инверсия өте сирек ұшырасады. Экспрессивті сөздер қатыспайды. Мәтін баяндау ретінде келеді. Іс-қағаздарының басында, соңында қағаздың жіберілу мерзімі міндетті түрде цифрмен көрсетіледі. Публицистикалық стиль жұртқа үндеу, үгіт айтуда қолданылады. Мұндай үндеуге, үгітке қоғам үшін және дәл сол кезеңде зор мәні бар мәселелер тақырып болады. Үндеудің, үгіттің мақсаты жұртшылықты қоғамдық мәні бар іске қатыстыру, жұртшылықтың санасына ықпал ету. Публицистикалық стильдің басты сипаты: сөз өте жинақы, тұжырымды болып құрылады. Сөз экспрессивті, екпінді болады. Сөз тыңдаушыларын коммуникативтік байланысқа тартатындай болып құрылады. Публицистикалық стиль ауызша және жазбаша түрде қолданылады. Публицистикалық стильдің ерекшеліктері: экспрессивті сөздер, мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер жиі кездеседі. Тақырыпқа сай терминдер, неологизмдер қолданылады. Тыңдаушылардың көңілін бұратын қаратпа сөздер, сұраулы және ретті сөйлемдер қолданылады. Оқушылар, оқылым тапсырмасына кезек берейік. А мәтіні: климаттың жаһандық өзгеруі енді ғылыми пікірталас тудырушы өзекті тақырыптардың бірі болып табылмайды. Бүгінгі күні бұл әлем назарын өзіне аударған күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Ғалымдардың зерттеуі көрсеткендей, 1980 жылдан бастап ғаламшардағы орташа температура 0,8 градусқа көтерілді. Егер зерделеп қарар болса, климаттағы 20 өзгерістің 19-ы 1980 жылдан кейінгі уақытқа тұспа-тұс келеді. Ғалымдар арасында климаттың өзгеру барысы туралы ортақ пікірлер жоқтығына қарамастан, сарапшылардың жалпы пікірі климаттық өзгерістің салдары жағымсыз болуы мүмкін дегенге келіп саяды. Осыған байланысты әлемдік ғылымда зерттеудің басым бағытын қоршаған орта климатына бейімдеуге назар аудару болып отыр. Ең бастысы, бұл басқа салаларға қарағанда табиғи климаттық жағдайларға және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуші ауыл шаруашылығына
тікелей байланысты. Халықаралық зерттеулер көрсеткіші бойынша, әлемнің кейбір аймақтары, сонымен қоса Орталық Азия, басқаларға қарағанда климаттық өзгерістерге ұшырауы әбден ықтимал. Оның ішінде Қазақстанның климатына әсер етіп, онсыз да толыққанды қолдауды қажет етіп отырған ауыл шаруашылығын күнкөріске айналдырған аймақтарға үлкен зиян келтіруі әбден мүмкін. Бұл аймақтардағы өнімнің босқа ысырап болуының 70% тікелей ауа райына байланысты. Ал кейбір аймақтарда жағымсыз ауа райы салдарынан алынған өнімнің 50-70%-ға дейін қолдануға жарамсыз болып қалып отыр. Климаттық өзгерістің басқа жағымсыз салдары ол жерлердің шөлге айналуы. Ғалымдардың мәліметі бойынша, Қазақстандағы шөлге айналу үдерісіне ұшыраған жерлер 66% болып табылады. Бүгінде климаттың өзгеруіне ауыл шаруашылығын бейімдеу мәселесін әлемдегі барлық жетекші ауыл шаруашылығын зерттеу жүйелері мен зерттеу университеттері зерттеуде. Оқушылар, енді мәтініне назар аударайық. 2020 жылдың 20 ақпанында климаттық өзгерістің зардаптары атты халықаралық конференция байқауы өткізілетінін хабарлаймыз. Байқаудың басты мақсаты ғаламдық жылынуды азайтуға көмектесетін шараларды көрсету және ұсыну. Климаттық өзгерістің қоғамға әкелетін зиянын әлемдік деңгейде кеңінен насихаттау. Байқаудың басты номинациялары: ең үздік метеоролог, ең үздік табиғат туындысы, ұйымдастырушы экология ғылыми зерттеу институты, өтетін орны Нұр-Сұлтан қаласы, ұлттық ауа райы орталығы, басталуы сағат 10:00-де. Келемін деушілерге есік ашық. Байқау талаптары бойынша толық ақпаратты төмендегі телефон нөмірлеріне хабарласу арқылы алуға болады. Оқушылар, оқылым мәтіндерін талдамас бұрын стиль туралы алған білімдерімізді одан әрі толықтырып, мәтіннің тіліне, мақсаты мен мазмұнына сараптама жасау жолдарымен танысайық. Бірінші, мәтінді мұқият оқып шығамыз. Екінші, мәтіннің оқу барысында мәтін стиліне назар аударамыз. Үшінші, мәтіннің аудиториясын анықтаймыз. Яғни бұл мәтінді кімдер оқитыны туралы болжаймыз. Әдетте аудитория жас ерекшелігіне, оқырмандардың қызығушылығына қарай жіктеледі. Төртінші, осы мәтін арқылы автор оқырманға қандай ой тастағысы келетінін ойлаңыз. Автордың ойы сіз сараптама жасап отырған мәтіннің басты мақсаты болады. Бесінші, мәтін абзацтарын қысқа мазмұндаңыз. Мәтінді мазмұндауда бір-біріне қарама-қайшы пікірлерді атап өтуіңізге болады. Ол кезде төл сөз бен төлеу сөзді пайдаланғаныңыз дұрыс. Соған байланысты автор көзқарасын да келтіруге болады. Алтыншы, әр абзацтың бір-бірімен байланысын анықтаңыз. Әр абзац әдетте бір-бірімен логикалық жағынан байланысады, немесе жалғаулық шылаулар арқылы байланысады. Жетінші, мәтіннің тіліне сараптама жасауда тақырып бойынша термин сөздер мен кәсіби сөздерді анықтап, сол арқылы автордың қай стильде жазып отырғанын растай аласыз. Сегізінші, әр абзац соңғы етістігіне талдау жасаңыз. Олар әртүрлі шарттық формада тұруы мүмкін. Олардың ол формада тұруына түсініктеме беріңіз. Оқушылар, берілген оқылым мәтіндерін салыстырып, мақсаты мен аудиториясын анықтап, тілдік құралдарын ажыратайықшы. Оқушылар, мен сіздердің тапсырманы дұрыс орындағандарыңызға сенімдімін. Олай болса, экранға назар аударып, өз жауабыңызбен салыстырып көрейік. Бірінші мәтін ол
публицистикалық мәтін, ал екінші мәтін ол ресми мәтін. Жанрына келетін болсақ, алғашқы мәтініміз ол мақала, ал мәтіні ол хабарландыру. Мақсаты, мәтінінің мақсаты оқырманға ақпарат беру және талқыға салу. Ал мәтінінің мақсаты ол хабарлау. Алғашқы мәтініміздің аудиториясы ол жалпы аудиторияға, яғни жалпы оқырманға арналған. Ал екінші мәтініміз ол арнайы топтарға, яғни ауа райын зерттеуші мамандарға немесе ауа райына қызығушылық танытатын арнайы мамандарға арналған. Алғашқы мәтініміздің тілі сөзі экспрессивті, екпінді. Екінші мәтініміздің тілі экспрессивтік сөздер қатыспаған, сөздер базистік тәртіпке сай орналасқан. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз осылай екендігіне күмәнім жоқ. Оқушылар, сабағымызды қорытындылай келе, біз бүгінгі сабақта публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы ажырата алдық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі білім алаңында жүздескенше.